Бейбіт шеру емес, қанды шеру болды. Әсем қаланың ластануымен, мемлекеттік ғимараттардың қирауымен, ескерткіштердің құлауымен ғана шектелген жоқ. Сіз бен біздің қазақ елінің жарасы мен қазасы жүректерге ауыр қасірет болды. Жақынынан айырылған әйел, еңіреп жылаған ана, шырқырап жылаған бала дауысы жан түршіктіреді. Қаланың әр бұрышындағы, қаланың сыртындағы зорланған қыздардың тұншыққан, бізге естілмеген зарлы үні қаншама. Арандатушының аш көздігі, сұрқия көз соқырлық, жазықсыз жандарға атылған оқ, лақтырылған граната, қазақтың тәнін емес жанына салған жазылмас жарақат болды. Елім, жерім деп қаза тапқан барша жандардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Я Алла тағала, елімізді екі жүзді сатқындықтан сақта, өз мүдделерін ғана ойлап, халықты қанаған аш көздерден сақта, бейбіт шеруді лаңкестікке айналдырған содырлардың жазасын бер. Я Алла, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын.